қайдан алдың? Есіңе түскен екен ғой. Ал? Енді не дейсің? Саған тұрмысқа шыққанша түрмеге түскен артық. Оның несі артық ай? Мен оны әдейі өлтірген жоқ. Жауыздың әйелі болып өлім жазасына кесілгенше заң алдында жауап берген дұрыс емес пе? Сен менен қай жерім артық, а? Қай жерім артық сенің? Екеуміз бірімізге ұқсаймыз, Айсұлу. Мен сенен қорықпаймын. Қалағаның болсын. Келісіп алайық, иә? Маған тұрмысқа шығуға көнгенше сенің түрмең осы болсын. Айтпақшы ана жетімегінің аты кім еді? Сұлтан Санжар. Сол Санжардың жайлы көп ойлы. Оны енді көресің ба, жоқ па? Бір Құдай біледі. Қайырлы түн, сүйіктім. Балам, тағы да бір ойлашы. Ана жауыздардың қолынан бәрі келеді. Мүмкін бұл істі полицияға тапсырарым. Жоқ, анашы, мен бұлай қарап отыра алмайым. Айсұлуды қорғаймын деп сөз бергем. Сөзімде тұруым керек. Жақсы қыз болғанын қайтейін, жол ауыр екен. Сонымен бірге жамандық келетін жүрегім сезімет, балам. Қой үйді. Анашым ау, енді оның еш кінәсі жоқ қой. Жауапкершілікті өз мойныма алдым ба, аяғына дейін жеткізуім керек, анашым. Ал сіз Айсұлуды тапқанша Санжарға қарай тұрыңыз. Қараймын ғой, мен қарамағанда қайда барам? Ойымдамаңыздар, бәрі жақсы болды. Абайлап жүр, балам. Жәния? Қайдасың? Есің айқара ашық тұр ғой? Жәния? Жәния? Сөйлескім келмей жатыр ма? Кешірш, білем кеше қатты кеттім. Бірақ енді сенің де кінәң бар ғой? Сен ұйықтап жатырсың ба? Әлде сөйлескім келмей ме? Жәния? 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 Жәния, сен не дәрішкенсің ба? Жәния, есің жиш? Жәния, оянш? Жәния? Жәния? Не істеймін? Ойбай, бер. Масқара. Әй, мен не талады ұйықтап қалған ба? Жаның шыққыр. Мәдина? Әйсім сені мұнбыз. Ойбай, бер. Мәдина! Ей, Мәдина! Ой, атың өшкір, Мәдина! Ойбай, бер. Ойбай. Не болды таң атпай айғалып? Ой, жаның шықсын. Не жақпай қалды тағы? Ей, мұнда мен неғып жатырмын, а? Сен неғып үйде жатасың, неғып мен далада жатырмын? Қызық екенсіз. Өзіңіз осы жерде ұйықтап қалдыңыз. Жатқан жеріңізде ояндыңыз. Менің не күнәм бар? Ойбай, әй, сен неге тұрыңыз, жүріңіз, үйге жатыңыз деп неге айтпайсың? Оятқым келген. Әрсен ұрысты. Тиіспе, өзім оятам деді. Сосын мен тиіскен жоқ па? Ой, шіркінім. Сен тілалғыш болып қалғаныңда, е? Сен соңғы кезде бір танымай жүрміз ғой. Өй, түрің құрғыр бәлі. Жоғал, таңғасты дайында. Осы мен сізге бір жақпай қойдым ғой, а? Әрқайсысы бір қожайын. Тіпті кімді тыңдарың да білмейсің. Ой, мүңгірлеген бәлі, енеліктей болған. Күңгір ет. Құрт көзіңдары. Кыз тұрайын істім сені мен босын. Я. Ойбай, бер. Ой. Жан. Жәния, шыдаш, сен мықтысың ғой, жаным. Шыдаш, жаным. Шыдаш. Осының бәрде адам бетсіз, ятсыз, Айсұлу кінәлі.
қойсаңшы Аружан, Айсұлудың не кінәсі бар? Сол емес жігітін тартып алып бүкіл ауылға күлкі етті. Бұл кішкентай қызға оның бәріне қалай шыдайды айтшы. Әлібектер де Гүлнар әпкелер де кінәлі. Құдай жазаларыңды берсін! Қой Аружан, және өлмес, ол тірі қалады ғой, дәрігер, айтыңызшы. Енді біз қолдан келгеннің барлығын жасаймыз. Бірақ аман қалады деп уәде бере алмаймын. Құдайым, аман қалсыншы, дәрігер қараңызшы, аман қалсыншы. Осыдан қайынсіңліме бір нәрсе болсын. Қарада тұрыңдар, ісім ана Айсұлумен болады. Жүр одан да, жүр. Есік жауып біз артынан барайық. Жаным. Әй, сенің осы есің дұрыс па? Шешеңді далаға түнде қондырып кететін? Анам, Исалаң Мәдинаға оятпа дегенің не? Ана омаға солай деп айттым ма сізге? Енді? Сізді оятпа деп қалай едім? Мәдина! Әй, Мәдина! Неге айғайлайсыз? Келе жатырмын ғой. Қане? Сен анашымды кеше неге оятпағасың? Түнімен бақты ұйықтапты ғой. Енді сіз өзіңіз мені оятайын дегенде тиіспе дедіңіз ғой? Мен саған сәл мызғып алсын дедім. Түнімен ұйықтатып қой деген жоқпын ғой. Отырсам опақ, тұрсам сопақ болдым ғой. Сөз қайтармай. Кешірім сұра. Бол тез. Ал кешіріңіз. Болды ма? Болған жоқ. Ана тойға деп алған костюм бар еді ғой. Соны дайында. Не, той бола ма не? Иә, болады. Ана қырсық көнді ма? Көнді. Маған қалай көнді? Жорығым ау, жорығым. Саған қандай қыз көнбеуші? Жоқ деп айтады. Жол қызым менің. Жорығым менің. Қойыңызшы. Пашон тойым менің. Қойыңыз деп пашонтай деп айтпаңыз деп қанша Жорығым. Кеш, саған чай құйып берейін. Кел. Ол болады оны. Таң атпай бүкіл тәбетті бұздыңыз ғой сіз. Сіз абай болыңыз, мен сізге айттым ғой. Ана екеуі қашып кетуі мүмкін деп. Былай түнімен бақта ұйықтайтын болсаңыз, міндетті түрде қашып кететін олар. Ойбай, қорықпа. Енді ондай қайталамайды. Енді оны өзім қадағалап жүрем. Тек сен маған бар ғой, ана менің ұялы телефонымды маған беріп қой. Керек кезде мен саған қоңырау шала қоям. Әйтпесе ана екі пәледен бәрін күтуге болады. Жарай, телефоныңызды берем. Иә. Бірақ сіз бар ғой, телефонды алғаннан кейін шаруамен ғана хабарласыңызшы. Кейде бір болмайтын бірдеңелерді айтып кетесіз. Қазір мен бастықпын, уақытым жоқ. Білесіз ғой? Қазір сен жоғары қызметте жұмыс істеп жүрсің, жарығым. Әрине, әрине. Келістік онда. Тамақ ішіп алайық, телефоныңызды қайтарам. Сіз ана болашақ келініңізбен сөйлесіңіз. Кішкене тойға дейін өзін ретке келтірсін. Әйтпесе ауылдан шыққан бір жабайы біреу сияқты. Қалайсың? Ойланып болдың ба? Сен дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймын. Арсен. Маған тағы да біраз уақыт берші. Саған ақыл тез кіреді екен ғой, қанша уақыт керек? Сосын не үшін екенін айтшы? Мен өзімді ретке келтіру үшін салонға баруым керек. Оның үстіне той билетті дайын емес. Қойш? Шақырту билеттерінде бірден жасап келді. Иә. Жаным сол, дұрыс айтасың, өте дұрыс айтасың. Бірақ шақыртудың бізге не қажеті бар? Тойда сен, мен және менің анам адаммын. Сен мені ақымақ санайсың ба? Менің сеніме кіріп, сыртқа шыққаннан кейін шу шығарғым келеді ғой, иә? Жоқ әлде тағы қашып кеткім келіп жүр. Жоқ, олай емес.
басымды ауыртпа. Өзіңді үйге де ретке келтіруге болады. Айтпақшы сен қашып кетпесін деп тойды үйде жасайтын болдық. Иә. Менің сенімді адам келеді. Сол рәсімді өткізеді. Той бүгін болады деп айттым ба саған? Бүгін? Иә, бүгін. Айтпақшы. Сен жақтан кімді шақырамыз? Қайрат ағаны шақырайық, а? Келеді деп ойлайсың ба? Қайрат ағасын ес. Мадина жүр ғой? Сенің ең жақын туысың қазір Мадина емес? Болды. Мен Мадина қайта салайын. Сен жинал. Мен қазір мұнда тұрып. Сонда... Досым, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Кешірсіз. Көмектесіп бересіз бе? Мына бір жерге тамамай жатырмын да. Қараңыз. Мен қазір мұнда тұрмын, иә? Маған мына жерге. Қараңыз. Бұл қаланың арғы бетінде орналасқан. Сондықтан осы жолмен барасыз. Бұлай бармаңыз. Бұлай барсаңыз кептеліске тұрып қаласыз. Түсінікті. Қараңыз. Міне. Мына жерден оңға бұрыласыз. Иә. Бүйтіп, айланып барып мына жерге келесіз ба? Ана бір жерден оңға бұрылам. Иә, оңға бұрыласыз. Қазір Санжартай, қазір. Саған тамағыңды беріп, қарыңды тойғызам. Қазір. Ой! Гүлнар, саған не болды? Баланы маған бер. Ой, айналайын, көккөм. Не болды, қолымнан бәрі түсіп. Ой. Сабыр ет, Гүлнар. Байқаймын. Жүйкең тозған ау деймін шамасы. Қайдан жүйкем тозбасын? Әлібектің жүрісі анау, Айсұлуды қорғаймын деп. Есі кетіп. Неге менің тілімді алмайды ол, а? Әйбіше, ұлымыз үлкен азамат болды. Бәрін өзі шешсін. Міне сенің тәрбиең осы бәрін өзі шешсін деп. Жалпы бұнымен заң адамдар айналысу керек. Біз Әлібек үлкеніміз полицияға бардық. Олардың айтуы бойынша бір әйел Айсұлуды ауылда тұрмайды деп. Ол кім болды екен? Мен? Сен? Енді солай өтірік айтуыма тура келді. Ақыры бұлай болатын мен қайдан білейін? Ал сен неге Әлібекті тоқтатпадың? Мен ұлыммен мақтанамын. Мына кішкентайымызда сондай болсын деп тілеймін. Жетпеген осы еді. Нағыз еркек. Әйел адамды қорғау керек. Еркектің міндеті сол. Міндеті? Иә. Менің армандағаным осы міндет пе еді? Күнде бір қорқынышты оқиға. Әлібек сол Айсұлу үшін қайдағы бір қорқынышты адамдармен араласып жүр. Мен де ұлымды үйлендіріп, келін түсіріп, немерелі болсам деп армандағам. Ел жұртқа не дейміз? Туған туысқа не дейміз? Отырысымыз мынау енді. Жамандықты шақырмаш. Не болды саған? Одан да баламыздың тілеуін тілейік те. Кішкентайға, мына жетімге қамқор болсаң, сауап деген. Дұрыс айтасың. Кешірші мен. Әбден миым қатып кетті. Мүмкін ана қалаға барып Жәнібекпен сөйлесерміз. Ол бәрін біледі ғой. Жоқ. Әлібектен хабар күтейік одан да. Келе ғой жаным, өтіп. Мұнда да жоқ. Мен мұнда тұрмын. Қырсық қазір бұзылмаш енді. Сен де бір... Осында екенсіз ғой? Жарығым, Құдай бере сағаны. Қойыңыз, Анаш.
кім баласы екен мынау өзі? Ой, жорығым. О, сіздің телефоныңыз. Жорығым, о, жорығым. Жорығым. Анашым, мен бүгін өзімнің көздеген мақсатыма жетем. Иә? Аз уақыттан кейін біз барлық қиындықтардан құтыламыз. Жарығым осы. Мен сені мақтан тұтам ғой, балапаным. Құлыным. Ой, жорығым. Алла бере салғаны маған. Анашым, сіз ең бастысы Айсұлуға жақсылап қараңызшы. Жарайды. Жарайды, қолым. Бара ғой. Мен жұмысқа кетем. Жолың болсын, қолым. Самат. Иә, айта беріңіз. Ақпанаш, одан кейін естеріңде болсын. Мына үйге ешкім кіріп шықпайтын болсын, ұқтың ба? Сіз оған алаң болмаңыз. Орында. Тоқта, кімсіңдер сендер? Отырыңыз жеріңіздер. Арсен! Шық көлікте! Түсінбедім. Не болды, жігіттер? Біткен жерің осы. Ақшаларыңды алдыңдар ғой, басқа не керек сендерге? Бізді алдайын дедің ба сен? Тоқтай, алдағаныз. Ақшаларыңды бердің ғой. Не керек басқа? Мәдина? Арсенге бірдеңе болды ма? Неге айғайлап жүр? Кітті әкел. Жал аузыңды. Макс, кеттік! Ненің кітті? Кітті әкел тез дедім. Бол! Тез, түс алды ма? Төмен түс! Мадина! Ой, тез қаш, ана жақтас Арсенді сабап жатқанда сенің қашып құтылуыңа болады. Олар кімдер? Оны қайтесің. Мен Арсеннің анасын қоймаға қамап қойдым. Жүр, кеттік тез. Қай жаққа баратырмыз? Құрбыла мен кету керек. Бар бөлме! Маған! Маған! Сіз кеттіңіз түрі! Жібер мені! Кірдің! Ауыттың ғой ол маған! Өзім кінәлісің! Қарсыласпауың керек. Мен бұл жерден кетуім керек. Тұр былай! Отыр деймін саған. Аяғыңды аттап басушы болма. Тапқан сияқтың. Иә, осы үй. Иә, кім бұл? Кірсем бола ма? Сен кімсің? Не керек? Ішке кіру керек маған. Ашып беріңізші. Жоқ, болмайды. Кіргізуге рұқсат жоқ, ашпаймын. Өтініш ашыңызшы, енді қақпаның екі жағынан сөйлесіп тұрамыз ба? Сені бір айтқан түсінбейсің бе не? Аяғың сындырмай тұрғанда дереу кет. Кет дедім бұл саған. Шығарыңдар ана. Шығырым ашынардан. Жігіттер, бұлар не? Жігіттер, бұлар не?
Жігіттер, ақшаларын алдыңдар ма? Әрсен, сен бізді мына ақшамен алайын деп отырсың ба? Мына ақшамен! Бауыр мен қайрат алдады. Ақшаларын қайтарам. Жіберіңдер, жігіттер. Сенің қайратың мені қызықтырмайды. Бауырым, жібер. Өлтірем. Бауырым, өлтірме. Ақшаларымды берем. Қайтарам. Өлтірем мен сен. Жаң шыққыр жалмауыз. Мен осы жерден шығайын бар ғой. Мен сенің теріңді өз қолыммен сыпырып, қайтадан теріңді өзіңе кидіретін болам. Аш дейін есікті. Болды. Өлген жерің осы. Қазір мен Әрсенмен хабарласып, мен сені өзім тірідей көмем жерге. Дайындал. Ой, құрып кеткір. Бұның енді байланысы да ұстамай қалады ғой өстіп. Ой, қайда кетіп қалды? Әй, сен не қысқалап тұрсың? Мен жай ғана аға, кешіріңіз. Қалай жай ғана? Неге өтірік айтасың? Сен біріншіден мына қақпадан секіріп түспек болдың. Жоқ. Сосын сағалай бастадың. Бәрін көріп келе жатырмын ғой. Айтқаны. Әйтпесе полиция шақырам. Аға, полиция шақырмаңызшы. Мен бір қызды іздеп жүрмін аға. Осы үйдің иесін танисыз ба? Ал, танимын делік. Сен оны қайтесің? Сен өзі кімсің? Маған осы үйде тұратын аға Айсұлу деген қыз керек. Сіз оны танисыз ба? Айсұлуды? Сен білесің бе? Ол қайда жүр? Мен оның ағасы болам. Ағасы? Жоқ, маған Айсұлу ағасы барын айтпаған. Жоқ, сен Айсұлуды көрдің бе бір жерден? Айта қойшы, шын айтам, мен оның ағасымын. Атым Қайрат болады. Егер Айсұлу жайында бірдеңе білетін болсаң, айтшы өтінем. Жарайды аға. Мен Айсұлудың осы үйде екеніне сенімдімін. Менің ойымша оны қамауда ұстап отыр. Мұнайды дейсің бе? Олай болуы мүмкін емес. Аға, маған сеніңізші. Жүрші, бұлай барып сөйлесек. Жүр қойшы. Сенің атың кім? Менің атым Әлібек. Әлібек, бұлай болсын. Мәдина! Ойбай-ай! Қарным ашып кетті, аш есікті! Мәдина! Шөлдеден өлтіресің ба аш есікті? Өй, Мәдина! Иттен жаратылған ит. Қазір мен саған көрсетемін. Көрсетейін қазір. Не деген ақымақпын мен? Айсұлуды Ләззаттың туған ауылынан неге іздемедім екен, Ол осы уақытқа дейін сонда болған ба? Шәрипа апаның ескі үйінде болды. Тіпті сен алар емеспін. Ол жаққа қалай барды екен? Байқұс қызай. Ауылда күнін қалай көрді десеңші. Оған оңай болған жоқ аға. Бірақ біз мүмкіндігінше көмектестік. Маған неге хабарласпаған? Енді ол аға Әрсен тауып аламын деп қорыққан. Дұрыс деген. Әрсен деген алаяқ. Оңбаған болып шықты ғой. Әлібек, сен маған мынаны айтшы. Айсұлудың осы үйде екеніне сенімдімісің? Сенімдімін аға.
Ол былай ғой. Мен Айсұлуға ұялы телефон сатып алғанда, оның қай жерде жүргенін көрсететін көрсеткіш орнатып қойған. Мысалы қараңыз. Біз мұнда тұрмыз. Ал Айсұлу мұнда. Кән. Ой, мынау тамаша дүние екен ғой. Мен білмеймін мұндайды. Жақсы. Тағы бір сұрағым бар, Әлібек. Менің жұмысым емес шығар, бірақ сен Айсұлуға талай жақсылық жасапсың. Былай қарасам, сен оның ағасы да, туысы да емессің. Сен өзі кімі боласың? Ақшалар қайтарам. Келсейші жігіттер. Болды. Сиясың мәқа. Бауыр, ақшаңды қайтарам. Ақшаңды қайтарам, бауыр. Баста. Бауырым, ақшаңды қайтарам. Екі есе қайтарам, бауырым. Екі есе қайтарам. Жарайды. Соңғы мүмкіндік. Көрің дайын тұр. Аллай, слушай. Айсұлу да мені ұнататын ішім сезеді аға. Айсұлу өзі саған Әрсен жайында бірден айтты ма? Ол оның болашақ күйеуі, тіпті тойлары бола жаздағанын білесің бе? Әрсен. Қайбір оған күйеу болады дейсіз олаға. Аяқ ауыр кезінде тастап кетті. Содан кейін қазірде ұрлап кетті. Тоқта. Кімнің аяғы ауыр? Сен не айтып отырсың өзі? Сіз шынымен де ағасысыз ба? Айсұлудың 6 айлық баласы бар. Санжардай. Олай болуы мүмкін емес. Айсұлудың баласы жоқ екендігіне мен 100%, 200% сенімдімін. Қалайша мүмкін емес аға. Егер ол баланы дәл қазір мені анам бағып отырса. Мынау мен үшін өте жұмбақ, күдікті жағдай болып тұр. Аға, біз Айсұлудың көп құпияларын білмейді екенбіз. Рас. Ал бұл сұрақтарға тек Айсұлу ғана жауап бере алады. Біздің міндет Әлібек. Оны осы қиыншылықтан қалай да құтқаруымыз керек. Әрсен. Тағы неге ұрынып жүрсің? Қайда? Қазір болам. Жарайды, таза киімдеріңді алып келем. Өткізіп жіберші, мен Айсұлуға тамақ алып келдім. Оған ешкімді кіргізуге болмайды. Сонда не? Сендер оны аштан өлтірейін дедіңдер ме? Жіберші деймін. Бұнда аштан өлейін деп тұрған мен. Есіктің кілті жоқ. Маған кім тамақ береді? Мен саған әзірлеп берейін. Бірақ алдымен үйдің иесін тамақтандырайын. Жіберші. Әкел, өзім апарып берем. Мен кірсем болмай ма? Сені айтқан түсінбедің бе не? Әкел. Бөлмесіне кірсем не болады? Мәгенші. Жібермедің ғой, Ендеше мен саған ештеңе пісірмеймін. Қойды деймін мұны.
Саған тамақ алып келді. Ішпеймін, алып кет. Ішпесең өзің біл. Ал мен қарным ашыды. Ақымақтар. Мінеки Әлібек. Мынау кірейтін жағы. Сенің міндетің қалай да үйге кіру. Кірген соң ненің қай жерде тұрғанын біліп ал. Сол үшін үйдің сызбасын есіңе мықтап сақтап ал. Мінеки. Түсінікті ме? Түсінікті аға, бірақ о жағын уайымдамаңыз, мен бәрін жаттап аламын. Ішке қалай кірем? Күзетшілер бар ғой. Мынаны сал бол. Менде бір тамаша ой бар. Мұқият тыңда. Сен не? Айсұлуға дайындаған бүкіл тамақты жеп қойғанбысың? Ай, оңбаға. Мен бұны құрметтеп, тамақ алып келсем? Өзі ғой жемой қойған. Не деген адамсың, а? Байғұс қызды әбден аштан өлтірдіңдер ғой. Әкел бері. Тарт қолыңды. Бері қарады тыңда мені. Сейіт қолың шошында да берме. Сен де бөлмеге қамақ қоям. Әкел бері. Мә. Мұнан алда көзің жоғалт жүгір. Айтсам болды ғой. Санжартай, сен үлкен жігіт болдың, Ал? Сені көтеріп жүріп қиындап барады балам. Сен енді бұдан былай арбаға асалып жүрем, Гүлнар? Санжартай. Айсұлудың баласын көтеріп мәссің ғой. Елдің қайғысында шатағың жоқ, Неге жұртқа тисе бересің, Олақ жүрші осы. Айсұлудың кесінде және өз-өзіне қол салды. Не дейді, қашан? Қош осы білмеген сені. Бүкіл ауыл айтып жүр ғой. Жүріп. Айсұлуың анау, Әлібегің анау. Мен саған осылай болатын ескерткем, Арсен. Ақыл үйретпеші маған. Олардан қалай құтылдың? Ақшасын 2 есе қайтарам деп айтты. Оны қайдан аласың? Олардың қалжыңдамайтынын түсінген шығарсың. Енді не істейтін ойың бар? Үйленем. Сен бәрібір өзгермейсің, Арсен. Таза киім әкелдің ба? Көліктің ішінде. Қалай аға, көргер қысатырым ба? Бәрі тамаша сияқты. Сен тек сасқалақтама. Сосын анау бас киімді төмен қарай түсірші. Дұрыс болды дейді. Аға, жоспарымыз қайталап жіберек, әйтпесе қобалжып тұрмын мен. Әлібек, қобалжыма. Қобалжуға болмайды мүлдем. Есіңде болсын. Сен менің тапсырмамды орындап жүрген тек жай ғана курьерсің. Сенің міндетің ішке кіріп Айсұлудың қолын қойдырып алу ғана мынаған. Егер маған күзетші сенбесеші. Сен айтсаңшы, бұл Әрсен Кәрімұлының тікелей бұйрығы де. Орындалмаса ашуланады де. Оның ызақор мінезін күзетшілер біледі ғой. Сондықтан бәрі дұрыс болу керек. Түсінікті аға, бірақ егер олар мені кіргізбесеші. Әлібек, бәрі біз ойлағандай болады деп ойлаймын. Ең маңыздысы Айсұлудың сол үйде екеніне көзімізді жеткізу. Онда мен дайынмын. Егер бір нәрсе дұрыс болмаса, бірден кетіп қал. Ең бастысы Айсұлуға біздің зиянымыз тимесін, Әлібек. Түсінікті аға, онда мен дайынмын. Жүр. Мұрат, сұмдық. Не болды? Сұмдық көрсет. Мұрат, не істеп қойдың мені? Әлібекке бірдеңе болып қалды? Жоқ, анау қайтыс болды. Айсұлу ма? Жоқ, Жәния. О бала, жап-жас қыз. Иманды болсын. Оған мен кінәлімін, Мұрат. Оның жетесіне жеткізіп түсіндіре алмадым. Бізге жақсы келін боласың деп әбден үміттендірген мен ғой. Гүлнар. Обал болды, Мұрат.
сен өзіңді кінәлама. Ана Әлібекті де кінәлаушы болма. Мұндай сөзіңді мен екінші естімейтін болайын. Мен ана Ғабиттің үйіне барайын. Мүмкін көмек керек шығар. Сен балаға ие бол. Кім? Саламатсыз ба? Не керек? Мен Арсен Кәрімұлының кеңсесінен келіп тұрмын. Курьермін. Не шаруамен келдің? Айсұлу Серікбайқызына жолығым керек, рұқсат болса. Болмайды. Рұқсат жоқ. Жалпы ол кісі үйде ме? Шаруаң қанша? Мен Арсен Кәрімұлының тікелей бұйрығымен келіп тұрмын. Айсұлу Серікбайқызы мына құжаттарға қол қою керек. Болмайды. Сіздің есіміңіз? Оны айтайын деп. Мен айтайын дегенім, егер Айсұлу Серікбайқызы мына құжаттарға қолын қоймаса, онда мен жұмыстан айырылып қалуым мүмкін. Маған бәрібір. Тек мен емес, сіз де айырылып қаласыз. Ол сізге керек пе? Осында күт, біліп қайтайын. Сен неге аулада қақпан тастап кеттің? Анда бір курьер кеп тұр. Ол не қылған курьер? Қуып жібер. Я сөйтейін дегем, бірақ мына құжаттарға Айсұлу қол қоймаса болмайды дейді. Оны істемесеңдер, Арсен сендерді жұмыстан қуады дейді. Сен оны кіргізбеген шығарсың? Жоқ, қақпан ар жағында тұр. Не істейміз? Қол қойғызамыз ба, әлде бар қуып жіберейін бе? Ондай шаруа болса қол қойдыру керек. Бізге одан келіп кетер ешнәрсе жоқ. Қой, қол қоя тұрып тұрайын. Доктор деймін. Ал сіз кімсіз? Мен Матинамын, Айсұлудың мен күтушісімін. Өтінем тезірек полицияға хабар беріңізші. Бізді мұнда қамауда ұстап отыр. Айсұлуды зорлықпен күйеуге бергелі жатыр. Тезірек өтінем. Демек Айсұлу үйде ғой? Ай! Өшір, екі көзіне тығып алам. Өшір деймін. Сіз әлі мұндасыз ба? Жауап беріңізші. Бол жылдам, анда курьер күтіп тұр. Мен ештеңеге де қол қоймаймын. Қол қоймасаң, бәле болады дейді. Айтып тұрмын ғой саған. Қол қоймаймын, шығып кет бар. Өзірің білдірші, әкел, апарып берейін. Тоқта. Мен басынан қарап шығайын. Курьерге не деп айтайын? Бермей қойды деп айт. Айт. Өзің білші. Мына оңбаған. Менен барлығын тартып алмақшы ғой. Көрсетем мен саған әлі. Соқсыз. Кешірім. Сіз жақсы адамдарды танушы едіңіз ғой. Қойдың терісін жамылған, қасқырды қалай ғана аңғармағансыз. Айналайын, обал болды. Жап-жас бала. Қай беттеріңізбен келіп тұрсыздар енді? Ал, жеттіңіздер Жанияның түбіне. Енді ұялмай келіп тұрсыздар ғой? Арушанау не деп тұрсың? Бізге де оңай болып тұрған жоқ. Төбемізден тас түскендей болып тұрмыз. Жанияның обалы сіздерде. Айнаны. Сіздерде. Айнаны сұрағым олай демеш. Кешір көрші, кешір. Бұлай болады деп ойлағам жоқ тіпті.
кешіретін құдайым едім. Әлі-ақ жазаларыңызды аласыздар. Аружан, айналайын, сабыр етші, айналайын. Не болды? Бірдеңе білуге мүмкіндігің болды ма? Айсұлу осында екен. Оны қайдан білдің? Мен көріп тұрдым ғой, сені күзетшілер қақпадан кіргізбей қойды. Оны маған Мадина айтты. Мадина екеуін қамауда ұстап тұр екен, аға. Түсінікті. Құжаттар салынған, папка қайда қалды? Оны маған бермеді. Айсұлу қолын қоймайым деп, бәрін жырт тастапты. Дұрыс істеген. Ай, ақылыңнан айналайын. Айсұлуым, мен оған құжаттарды мұқият көріп алмай, ешқашан қол қоюшы болма деп талай үйреткен. Дұрыс істеген. Аға, енді не істейміз? Полицияға барамыз. Солар шешсін. Жұмысы ғой. Жоқ, мен бұған қарсымын. Түсінбедім. Неге қарсысың? Негізі мен емес, Айсұлу қарсы. Қалай айтсам екен, аға? Әлібек, былай келсейік. Сен менен ештеңе жасырушы болма. Айтшы, не болды? Аға, Айсұлу бір адамды өлтіріп қойыпты. Сондықтан қандай да жағдай болмасын, полицияға бармасын деп өтініш жасады. Не өкетті мұны? Айсұлу адам өлтірді? Аға, мені тыңдаңызшы. Аға, сен қандай жағдайға тап болғансың? Аға, мүмкін күштеп кіреміз. Тұра тұршы. Бәрі шатасып кетті ғой. Жоспарлап алайықшы, жүр. Отыр көлікке. Мен жақсылап тұрып тыңдап ал. Ертең екеуміз үйленеміз. Саған бұл тойдың не үшін керек екен білем. Сен барлығын тартып алып, мені тақырып отырсың. Қандай жақсы. Енді екеуміздің арамызда ешқандай түсініспеушілік болмайды. Солай ғой? Бері қара. Некемізді менің танысым кеп келеді. Бірдеңе шығарып жүрме, ұқтың ба? Өзіңе зиян келтіресің. Осыға өре болма. Мұнынан түк те шықпайды. Айсұлу, осынша қырсығатындай сонша не болды, айтшы маған, а? Екеуміз қиылмайды. Өйткені менің құжаттарым жоқ. Бар мәселе сол құжаттарда болса, мен оны шешем! Ал сен ертеңге дайын бол. Мұрат, ойбай! Ой, айғайлама, бала ұйықтама. Өртеніп жатыр. Өрт дейді, қандай өрт? Ойбай, қора өртеніп жатыр. Қайда өрт? Қайда өрт? Тез бол. Тез бол. Мінекей. Ойбай! Гүлнар, жүгір. Гүлнар! Көршілер шақыр. Мен өзім бірден қығылам. Шақыр тез көршілерді, Гүлнар. Көмектесіңдер, өртеніп жатырмыз. Қабат дегені. Көмектесіңдер. Сағат сырғиды, уақыт жылжиды, ерікке бағынбай. Өмір өткелі, ақиқат елі, оралмас сағымдай. Өкініш кернеп, өзекті өрдеп, өшпестей лаулаған. Кінәлі менен көретіндерден жүрегім шаршайды.